Сәлем достар, қалайсыздар? Достар, біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, соңына дейін көріңіздер. Алдағы уақытта, осы жылдың ішінде білмеймін, күнін белгілейміз, бір күні біз конкурс ұйымдастырамыз. Активный біздің оқырмандарымыздың арасында, көрермендеріміздің арасында, яғни өзіміздің, менің ұстап жүрген iPhone 12-мді бір активный көрерменімізге сыйға тартатын боламыз. Просто так, біздің видеомызды көрген үшін, бізді қолдаған үшін сыйға беретін боламыз, достар. Так что активный болыңыздар, біздің видеоларды соңына дейін көріңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сәттілік ал, достар. Бізді қолдайды деген ойдамын. Кімге iPhone 12 керек? Сол жанға жіберіңіздер видеоны. Достар, бүгін мен Айша мен Айлинге пранк жасайтын боламын. Көптен бері пранк жасамадық. Пранк жасап, екеуінің реакциясын көретін боламын. Қазір мен магазиннен андай жылан, мен қыздар көрді ма, көрмедім, осындай жылан алып келдім да. Жылан бар екен, осыны алып келдім. Қазір осы жыланмен бірінші Айлинді, одан кейін Айша келген соң Айшаға пранк жасайтын боламыз, реакциясын көретін боламыз. Достар, бізбен бірге болыңыздар, бізді қолдап келіңіздер соңына дейін. Достар, мына жыланды мен мына жерге қазір Айлин даладан кірді. Мына жерге қойып қойын деп отырмын. Қазір Айлиннің реакциясын көреміз, достар. Шошып қорқып қалмаса болды. Қазір мен демей телефон бір жерге қойып қоям. Көріп қоймау керек, түсіріп жатқанды үст қойып қоямыз қазір. Көреміз, шынымен сене ма, сенбей ма жылан екеніне. Айлин аяқтан жүгіріп келе жатыр даладан. Қазір мен бір жерден демей түсіріп тұрмын керек. Келе жатыр. Жерде қалып түсіріп тұрмын керек. Бұлай тұрайын, көрмей басын мен. Күтіп тұрмайды, достар. Ау. Қандай жылан? Что, жылан емес шығар? Ұстап көрсей. Ұстасай. Аяғыңды істейді, тарт аяғыңды. Қойма, қазір жабысып қалады аяғыңа. Саған пранк. Қорқытың ба? Қазір Айшаны қорқытамыз енді осы жыланмен. Ұқсай ма жыланға? Тағы магазиннен алып келдім ғой. Созыла беретін жылан екен, Кәусар. Жыланды көрдің ба? Қара жылан. Өліп қапты. Өліп қалған жылан. Қара. Кәусарды да қорқыту керек еді. Үзіліп қалмасын, қазір Айлин, Айшаға пранк жасаймыз. Айшаға пранк жасаймыз қазір. Айша сабақтан келетін кезде ана жерге қойып қоямыз да. Айшаны көреміз. Қазір Айша келетін кезде қойып қоямыз, әдемілеп тұрып. Сосын бәріміз телефонды бір жерге үндемей, жаңағыдай түсіріп тұрамыз. Сосын қорқама, қорықпай ма көреміз. Бірақ шынымен жыланға ұқсайды, Папаланып да қорқытамыз да, осымен келе жатқан кезде қойып қоямыз деймін. Қанша теңге екен? 130 теңге ма, сондай нәрсе екен. Магазинде 130 теңге тұрады екен. Қараңыздар, достар, кәдімгі жыланға ұқсайды тұр. Жабысып, тұрған жерінде жабысып қалады. Өзі зорда тұр, Тілі бар. Андай екен. Жабысып қалады. Ұстасаңшы, шынымен тірі жылан сияқты. Айшарақ көр. Жаман болсын, Жаман болды. Түрі жаман ба? Шын өмірде қап-қара жылан жоқ, Бар ғой? Бар ма не? Давид, стенаға жабысам екен? Стенадан түсіп, келе жатқан қоямыз ба? Или жерде тұрған дұрыс ба? Жабысады екен стенаға да. Маник шығар ба? Или жерде тұрған жақсы ма?
Ана қасан жазған? Ызғамыр ма? Білмеймін. Қазақстан. Жерге қойып қоямыз әлі стенаға жабыстырып қоямыз ба? Үзіліп қалмасын абайла. Айша келгенше үзіп тастамайық. Жерге қойып қояйық же. Тура ана аяқ киім шешетін жерге Давай ма? аяқ киім ішіне салып қояйық. Аяқ киім ішіне ма? Жоқ ой. Аяқ киім ішінен. Ол қазір аяқ киім шешіп келеді ғой, сол жерде мына бір жерге ма қойып қойсақ та. Мына жер, жоқ, мына жерге қойып қояйық та. Ана есіктің артынан бүйтіп кіріп келе жатқандай болсын да. Құйрық жағына есіктің артына таман қоясын ба, бір нәрсе қылсай. Айша көре ма, көрмей өтіп кете ма, қазір көреміз сосын. Давайте, достар, біздің видеоның соңына дейін көріңіздер, Айшаның реакциясын көреміз. Достар, Айша келе жатыр, қазір көреміз Айшаның реакциясын. Айша қорқымызсын, берге, Лисада, берге, балам. Қазір мына жерден үндемей түсіріп тұрамыз. Ары қарай кетіп бүлдіріп қоясыңдар, Айлин. Ары қарай тұрыңдар, қазір байып қояды, Айша етпесе пранк екен. Мына жерден үндемей түсіріп тұрамыз. Есік дәл ашылмады, иә? Есік ашылмады, тауын есік жабық тұрады ғой, иә? Бер тұр, қазір көріп қояды. Біліп қояды, андай не екен, өтірік екен ше. Қашан? Кірді, есік ашылды. Исатай. Иса. Не болды, Айша? Не болды, Айша? Айша қорқты ғой, қорқпадың ба? Қорқтым. Ай, шашы сол жерге бақтың, шашы жоқ қалды ғой. Айлин екеуіңе бүгін пранк жасадық. Осыларын магазиннен алып келдім да. Тұра тұршы. Жаңа бірінші Айлинге жасадым, екінші саған жасадым ғой. Стенаға да жапсады екен, жаңа саған стенаға жапсырып қойып жасаймыз ба деп бір ойладық. Сонымен кейін. Пранк ұнады ма, ұнамады ма? Шашын жалғырап кетті Айлин. Айша қызын сабағың қалай болды? Екі күн демалыс па енді? В общем, достар, бүгінгі біздің пранкымыз осындай болды. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.